Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Луиза Хейдің 21 күнде бақытты бол атты курсының бүгін екінші күні. Бұл күннің тақырыбы айнамен достасу. Біз өзімізге ұнамайтын жайсыз сезімдер, жаман энергия барлығынан айнаға тіке қарап арылатын боламыз. Сіз бүгін айнаға қарап, өзіңізді жақсы көріп, тамсанатын боласыз. Әр қашан осындай сезімде болыңыз. Әр күн сайын өзіңізге, өмірге осындай қарым-қатынасты практика жасау арқылы жүрегіңізде арқалап жүрген ескі негативті хабарламаларды өшіресіз. Көп ұзамай сіз жиі жымиятын боласыз. Айнаға қарау оңай болады. Аффирмациялар ақымақтық болып сезілмейді. Енді қалта айнасын алыңыз да жуынатын бөлмедегі айнаға барыңыз. Денеңізді бос ұстаңыз да терең дем алыңыз. Айнадағы өзіңізге қараңыз. Есімізді атаңыз. Және де мына сөздерді айтыңыз. Мен шынымен де сені жақсы көремін. Жақсы көремін. Мен шынымен де сені жақсы көремін. Не сездіңіз? Өзіңізді ыңғайсыз сезіндіңіз бе? Немесе ақымақ сезіндіңіз бе? Бірақ сіз не сезіп тұрғаныңызды шын айта аласыз. Алғашында шынымен де бір түрлі сезілуі мүмкін. Қандай сезім болса да сіз сезіндіңіз. Бұл тек бастамасы ғана. Адам өз-өзіне мен сені жақсы көремін деп айту көп адамға қиын екенін білемін. Және бұны жасау да сіздің қолыңыздан келетінін де білемін. Бұны жалғастырып жатқаныңыз үшін мен сізді мақтан етемін. Айнамен жұмыс уақыт өте келе оңай болады, уәде беремін. Егер мен сені жақсы көремін деп айту қатты қиын болса, мен сені жақсы көруді үйренгім келеді деп айтуға да болады. Айнаға қараған кезде баламен сөйлесіп тұрмын деп ойлаңыз. Өзіңізді балабақшадағы балақай деп елестетіңіз. Атыңызды атап, іштегі балаға айтыңыз. Мен сені жақсы көремін. Мен шынымен де сені жақсы көремін. Айнамен көбірек жұмыс жасау жақсы әсер етеді. Бірақ есіңізде болсын. Бұл біраз уақыт алады. Сондықтан айнамен жиі жұмыс жасағаныңызды қалаймын. Тіпті ұйқыдан тұрған соңда. Өзіңізбен кішкентай айна салып жүріңіз. Қайда болсаңыз да шығарып өзіңізге сүйіспеншілік аффирмациясын айту үшін. Мен сұлумын, мен кереметпін, мен жақсы көре аламын деген аффирмацияны айтыңыз. Екінші күн айнамен жұмыс жасау жаттығулары. Жатын бөлмедегі айна алдына тұрыңыз немесе отырыңыз. Көзіңізге қараңыз. Келесі аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көремін. Мен сені шынымен де жақсы көремін. Тағы да 2 рет немесе 3 рет айтыңыз. Бұл аффирмацияны көбірек айтуға тырысыңыз. Аз дегенде күніне 100 рет. 100 рет көп деп айтарсыз. Бірақ сеніңіз, 100 рет айту қиын емес. Ең бастысы бастап кетсеңіз болды. Өтіп бара жатып та айта беріңіз. Егер әлі де өзіңізге жақсы көремін деп айту қиын болса, сіз бұрынғы негативті хабарламаларды әлі есіңізде сақтағансыз. Сынамаңыз. Еркін болыңыз. Аффирмацияларды қайталаңыз. Екінші күннің жазбаша жаттығулары. Өмір өте оңай. Біз не берсек, сол бізге оралады. Күнделікке келесі сұрақтарға жауап жазыңыз. Бірінші, сіз нені қалайсыз және неге жете алмадыңыз? Екінші, өскен кезде қалаған нәрсені қалай алдыңыз? Ол нәрсені алу үшін орнына бір нәрсе жасау керек болдыңыз ба? Бір нәрсе дұрыс болмаса, ол затты сізден тартып алды ма? Үшінші, өмір сүруге хақыңыз бар екенін сезесіз бе? Қуанышқа бөленуге ше? Жоқ болса неге? Осы сұрақтарға жауап бергенде сезімдеріңізді де түртіп қойыңыз. Күнделікке не сезгеніңізді
жазыңыз. Екінші күннің ойы. Мен лайықпын. Кейде біз жақсы өмір сүру үшін бір нәрсеге барымызды салудан бас тартамыз. Өйткені ол нәрсеге лайықты емеспіз деп ойлаймыз. Бұның барлығы кішкентай кезден бастау алуы мүмкін. Бір нәрсеге қол жеткізу үшін жақсымын ба, осындаймын ба деп сынамаңыз. Жақсылықтарды қабылдағыңыз келмейді. Осы кедергі. Лайықты немесе лайықсыз деп санасаңыз да, игіліктерді өміріңізге қабылдаңыз. Екінші күннің медитациясы. Махаббат қоршауы. Қауіпсіз жерде тұрмын деп елестетіңіз. Қиындықтарды, ауру мен қорқыныштарды жіберіңіз. Ескі, негативті, сізге байланған негативті нәрселерді жіберіңіз. Сізден ұзап бара жатқанын сезініңіз. Қауіпсіз жерде құшағыңызды ашыңыз да осы сөздерді айтыңыз. Мен ашықпын және қабылдаймын. Өзіңізге дені сау, мықты тұлға ретінде қараңыз. Тыныштықты сезініңіз. Махаббатқа толы екеніңізді көріңіз. Өмірдегі біз істеп жүрген нәрселердің барлығы өзіміздің таңдауымыз. Біз ешкімге, ештеңеге міндетті емеспіз. Үнемі міндетті түрде таңдау болады. Қауіпсіз жерде басқа адамдармен байланысты сезініңіз. Жүрегіңіздегі махаббат екінші адамдардың жүрегіне барсын. Сүйіспеншілік шашыңыз. Сонда сізге 1000 есе қайтады. Бұл ғаламшарда жек көру және махаббат қоршауы бар. Мен махаббат қоршауында болғым келеді. Барлығымыздың қалауымыз бір. Бейбітшілік пен тыныштықта өзіміздің әдемі өмірімізді сүру. Достар, сонымен бүгін біздің екінші күніміз тәмам. Үшінші күнді күтетін болсаңыздар, комментарий жазыңыздар және арнамызға жазылыңыздар.